Саламатсыздар ма балалар? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар сабағынан бүгін бізде жаңа бөлім, 6-шы бөлім, әлемнің барлығы ғаламторда бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы ғаламтор желісіндегі қауіпсіздік. Сабағымыздың мақсаты ғаламтор желісіндегі қажетсіз байланыстың қаупін түсіндіру, желіде ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру. Алдымен балалар үш тілділікке тоқтала кететін болсақ, ғаламтор сөзі орыс тілінде интернет, ағылшын тілінде интернет. Модем, орыс тілінде модем, ағылшын тілінде модем. Браузер, орыс тілінде браузер, ағылшын тілінде браузер. Ғаламтор балалар бізде 1960 жылы Америка құрама штаттарында пайда болған екен. Ғаламтордың жеке қожайыны жоқ, оны ешкім басқара алмайды екен. Ғаламторға біз қосылу үшін модем құрылғысын қолданамыз. Модем дегеніміз компьютерге телефон арқылы ғаламтор желісін қосуға мүмкіндік беретін құрылғы. Ғаламтордың негізгі қосымшасы ол email электрондық поштасы. Email электрондық поштасы дегеніміз желі қолданушылар арасында хабар, мәлімет алмасуды жүзеге асыратын қызмет жүйесі. Ғаламтордағы мәліметтерді оқу браузер деп аталатын арнайы программалар арқылы орындалады. Ғаламтордағы кең тараған браузерлер, олар балалар бізде Mozilla Firefox жатқызуымызға болады екен, Google Chrome'ды жатқызуымызға болады, интернет жатқызуымызға болады екен, Amigo, осы сияқты программаларды жатқызуға болады екен. Ғаламторда қанша уақыт отыруға болады деген сұраққа балалар 6 жастан 12 жасқа дейінгі балалар компьютерде жарты сағат қана отыра алады екен. Ал 12 жастан асқан балалар ғаламторды күніне 1 сағаттан артық қолданбауы керек екен. Ғаламторда отырғанда балалар мынадай ережелерді білгендеріңіз жөн. Яғни балалар кей кездері сайт өз атыңды енгізуді сұрайды. Мұндай жағдайда өзіңе жалған ат ойлап табу қажет. Ешқашан өзің жайлы ақпаратты қажет ететін жолдарға толтыруға болмайды екен. Және де ата-анаң рұқсат еткен парақтарда ғана жұмыс жасауға болады екен. Ешқашан үлкендердің рұқсатынсыз интернеттен ақпарат алу үшін телефоныңды, өзің жайлы қысқа мәтінді хаттарды жіберуге болмайды екен. Келесі балалар бізде сабағымыз бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: ғаламтор қай жылы пайда болды? Екінші сұрақ: модем дегеніміз не? Үшінші сұрақ: браузер қандай қызмет атқарады? Осы сұрақтарға жауап берген болсаңдар балалар, жарайсыңдар, тамаша. Сабағымызды бүгін балалар бағдаршам әдісі арқылы бағалайық. Бағдаршамның жасыл түсін таңдасаңдар, яғни бүгінгі сабақта барлығы түсінікті. Сары түсін таңдаған болсаңдар, бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарымыз бар. Қызыл түсті таңдаған болсаңдар балалар, бүгінгі сабақты мүлдем түсінбедік. Осы бағдаршам түстерін маған балалар қағазға салып, WhatsApp желісі арқылы жібереміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.